Кистаның түріне байланысты болады. Дәрігерге жылына 2 рет тиімділігі жоғары болады. Киста пайда болмайды деген ол дұрыс емес. Кисталардың қайталану шансы. Өзімді таныстыра кетейін. Менің Аналар мектебі атты каналымда қош келіпсіздер. Мен Аязбеков Ардақ Керімханұлы, дәрігер акушер-гинекологпын. 19 жылдық кәсіби тәжірибем бар. Осы 19 жыл бойы мен акушер-гинекология, перинатология саласында, перзентхана саласында, әйелдердің денсаулығындағы өзекті проблемаларға арналған кәсіби стажым бар дәрігермін. Жоғары санатты акушер-гинеколог дәрігермін. Ғылым докторы, PhD. Осы ғылыми ізденісім де осы әйел денсаулығы осы туралы болып табылады. Осы каналда әйелдерден маған келетін жиі қойылатын сұрақтарды талдаймыз. Жалпы әйелді жүктілікке, босануға, босанғаннан кейінгі кезеңге, немесе жүкті бола алмау сияқты күрделі қиналдыратын сұрақтар туралы тақырыптар көтеретін боламыз. Алда осы каналды қадағалап көріп отырыңыздар. Сіздер үшін қызықты мәліметтермен бөлісетін боламыз. Мәліметті сапалы, дәлелді медицина негізінде алғыңыз келсе, каналға жазылып, лайк басып, өз құрбыларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіз үшін маңызды мәліметтерді жинап, сіз үшін маңызды болатын, сізді толғандыратын сұрақтарға жауап беруге тырысамын. Ағай, саламатсыз ба? Яичниктегі кистаға удаление жасаған соң, оның қайта шығу ықтималдылығы неше пайыз? Жалпы киста, миома сияқтылар шықпау үшін профилактика қандай болу керек? Әйелдік денсаулықты сақтау, күту туралы айтсаңыз, барлық аурудың алдын алған жөн ғой. Осы туралы мәлімет бересіз. Өте үлкен көлемді сұрақ екен, бірақ бұл өте маңызды сұрақ. Өйткені алдын алған ол емделетін жол іздегенше ауырмайтын жол іздеу керек деген қағида өте жақсы айтылған. Сондықтан бұл жерде киста да айтылды, миома да айтылды, және түрлі қабыну процестері туралы да сұрақ қойылған екен. Бұл жерде ең біріншісі киста алынған, содан кейін қайта кистаның пайда болу пайызы қанша депті. Енді бұл сұрақ кистаның түріне байланысты болады. Кистаның да бірнеше түрі болады. Ол функциональды киста болуы мүмкін, ол дермоидты киста болуы мүмкін, ол эндометриоидты киста болуы мүмкін. Және сұйықтықты содержимый киста болуы мүмкін. Бұл кистаның түріне байланысты болады. Егер де ол сізде функциональный киста болатын болса, ол әйел организмде етеккірден етеккірге дейін пайда болып, бірақ бірнеше етеккірдің салдарынан ол жоқ болып кетуі мүмкін. Функциональды қызметке байланысты киста деп айтамыз. Ол қайталану шансы өте жоғары, бірақ ол кисталардың көбінесе зияны жоқ. Ал егер күрделі эндометриоидті кисталар туралы айтатын болсақ, немесе аналық бездің өзінің кисталары туралы айтатын болсақ, ол анық пайызы белгісіз. Бірақ бір рет алдырғаннан кейін менде киста пайда болмайды деген ол дұрыс емес. Ол киста сізде ай сайын болып жатқан күрделі өзгерістердің салдарынан новый аналық клеткалар пайда болып жатыр ай сайын. Оның бірнешеуі пісіп келе жатады да, оның біреуі ғана жарылады, қалғандары желтый тело деп айтамыз. Басқа сол сияқты біздің әйел организміне керек нелерге, құрылымдарға айналып, өзінің қызметін жалғастыра береді. Ал кисталардың қайталану шансы ол үнемі бар әрине. Сондықтан миома, киста, сондай сияқты бір күрделі аурулардың алдын алу мақсатында сіз кемінде гинеколог дәрігерге жылына 2 рет ауырып емес, аурудың алдын алу үшін қаралу керексіз. Яғни сіз саусыз, ешқандай проблемаңыз жоқ, сізді ештеңке беспокоит етпейді, сізді ешнәрсе мазаламайды, бірақ сіз жылына 2 рет, 6 айда 1 рет кем дегенде барылып, гинеколог дәрігерге қаралып, одан өзіңізді мазалайтын немесе толғандыратын сұрақтар туралы
сұрақтар қойып жауаптар алып болған сондай бір жақсы не болу керек. Өзіңіздің денсаулығыңыз туралы, өзіңіздің жаңағыдай ана болу мүмкіншілік беретін мүшелеріңізге деген жалпы әйел денсаулығыңызға ден қойып қарау ретінде өзіңізді қалыптастыру керексіз. Өйткені біз өкінішті жағдай көріп жатамыз. Мысалға, гинекологтың қабылдауында қашан болдың деп сұраған кезде, ол 3-4 жыл, 5 жыл, кейбіреулер 7 жыл болмағандығы анықталып жатады. И оның салдары ретінде өсіп кеткен үлкен миомалар, қатерлі ісікке айналып кеткен жаңағы кисталар, немесе ісік алды жағдайлар. Оның барлық аурудың алдын алу мүмкін емес, бірақ жүйелі түрде қаралу арқылы ол басталып келе жатқан стадиясында анықталып, оны сол бастапқы деңгейде емдеу дәрігер үшін де тиімді, сіз үшін де өте тиімді болады. Өйткені ол емнің тиімділігі жоғары болады, и нәтижелігі жақсы болады. Сондықтан жылына 2 рет барып қаралып тұрыңыз. Сол қаралу барысында сіздің көкірек бездеріңіз, аналық бездеріңіз, жатыр, қынап, жатыр мойны, осы мүшелердің толық тексеруінен өтсеңіз, анықтау шансты жоғарылатасыз, және сіз өзіңіздің денсаулық туралы солидарная ответственность дейді. Қоса алғандағы дәрігер мен пациенттің арасындағы ара қатынастың более тығыз, более түсінікті сіз үшін, сіздің дәрігеріңіздің айтқанын орындау, дәрігеріңізде сізге жақсы түсіндірме жұмыс істеу үшін екеуіңіздің араңыздағы ара қатынас сіздің денсаулығыңызға жақсы салдар, жақсы нәтиже береді. Сондықтан жылына 2 рет қаралып тұрсаңыз, сіз осы аурулардың алдын алу мүмкіншілігін жоғарылатасыз. Профилактикалық осмотрға келіңіздер.